Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті жылы сүт, 7 грамм ашытқы және де 2 ас қасық қант салып, осы опарамызды жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Қалған қантымызды саламыз. Осы қоспамызды жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып алдық. Енді дайын болған опарамызды құямыз және де 1 шай қасық тұз салатын боламыз. Ол жері түспей қалған екен, бірақ сіздерге көрсетіп өтейін. Осы ыдыстағы опарамыздың барлығын салдық және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың барлығын салмаймыз. 4-5 ас қасық қана салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігін барлығын толықтай саламыз және де қолымызбен жақсылап қамыр егетін боламыз. Қамырымыз сәл қолға жабысатындай болып келеді. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған 40 грамм сары майымызды салып, және тағы 3-4 минуттай жақсылап еритін боламыз. Жақсылап елеп, бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Неге достар, қамырымыз көтерілді. Қамырымыз қолға жабысып тұрғандықтан, жан-жағын жинап, қолымызды сәл ғана майлап, жақсылап қамырымызды бір басып аламыз. Қамырымызды теңдей 2-ге бөліп аламыз. Енді орташа көлемде жақсылап жаятын боламыз. Аздап ұн сеуіп жібереміз және де орташа қалыңдықта жаямыз. Неге қамырымызды жайып алдық?
дәл осы видеодағыдай барлығын кесіп шығатын боламыз. Енді начинкасын саламыз. Кез келген начинканы салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенка саламын. Сіздер сүзбе немесе басқа да өздеріңізге ұнайтын начинка қолдансаңыздар болады. Енді дәл видеода көрсетілгендей рогалики булочкаларымызды дәл осылай орап шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен бізде 24 дана булочкаларымыз шығады. Барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдермен төменге жазып қалдыратын боламын. Мінекей достар, оңай дайындалады, еш қиындықсыз жасалады. Барлығын жасап шықтық. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды орналастырамыз. Және де бетіне бір жұмыртқаның сарыуызын және бір ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, булочкаларымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Бетіне аздаған қант сеуіп шығамыз, немесе майдаланып сақталған жаңғақ сеуіп шықсаңыздар да болады. Мінекей барлығын осылай сеуіп шығатын боламыз. Және пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің жұмсақ булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге де барлықтарына ұнайтынына сенімдімін. Және де достар, менің арнамнан пайдалы әрі оңай жасалатын рецепттерді үнемі көргілеріңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.